Сәлем, біз бүгін Figma-дан баннердің дизайнын жасайтын боламыз. В первую очередь Figma-ның интерфейсімен танысайық. Ол міне обычный мышка, то есть белгілеу үшін керек. И бір лайфхак, пробелді басып тұрып, осы мышканы белгіленген кейін, то есть пробелді басып тұрып былай жылжытсақ, осылай жылжыта аламыз. Екіншісі ол фрейм. Фрейм деген рабочий пространство былай айтқанда. Фрейм создать еткеннен кейін осының ішінде дизайнымызды жасай береміз. Келесі обычный элементтер, мысалға rectangle, line, ellipse деген сияқты, мысалға круг деген сияқты да. Мынау pen дейді. Бұл мынандай, в общем, айтқанда. Бұлай произвольный элемент жасауға болады. Келесісі текст, обычный текст жазу үшін. Мынау қол манаға белгілеу үшін, бұлай жылжыту үшін. И все. Давайте бірінші баннердің дизайны көшейік. Ол үшін былай айтқанда рабочий пространство создать еттік. Мына жерге размерлерін жазайық. Міне байқасаңыз, бұл жерде бізде уже настройкілер ашылды. То есть, міне белгілеген кезде бұл жерде настройкілер ашылады. Так. Fill дейді. Fill деген ол бізде цвет. Давайте пипетканы басып, мына цветін копировать етіп алайық. Уже бізде қызыл цвет болды. Stroke деген ол обводкасы, мысалға. Қара обводкасы, оны қазір кейінірек айтатын боламын. Эффект дейтін обычный эффекттер, мысалға тень, размытиес, анау-мынау сондай сияқты. Экспорт деген осы слойда экспорттау. Так, мақсат вебинарға, онлайн вебинарға шақыру. Сондықтан давайте үстіне онлайн вебинар деп жазайық. Так, міне қараңыз, бізде бірінші фреймнің үстінде тұрым. Мынау rectangle. То есть слойды мынаның фреймнің ішіне кіргізу керек. Міне, кірді уже. Так, мынаның цветін ақ қылайық. И скругленность углов деген бар мына жерде. Бұлай тартсақ, шеттері скругленный болады кішкене. Онлайн вебинар деп жазайық. Жазғаннан кейін шрифтін өзгертейік. Маған colors деген шрифт керек. И шрифттің размерін 50-ге қойсақ. На вебинар деген орысша жазайық. Примерно 50 болатын сияқты. Мұнда центрді бассақ, то есть мына жерде выравнивание жасауға болады. Кішкене кішірейтейік былай. И вот то есть тексті белгілеген кезде мұнда тоже обычный мынандай настройкілер шығады. Бұл жерде шрифттің түрі, размері, типа и так далее. Выравнивание ішіндегі. И fill, то есть түсі. Давайте пипеткамен мына түсті алайық. Онлайн вебинар. И stroke эффекті обычный мына обводкасы и эффекттер. Тень болу керек болса мысалға drop shadow деген. Мынаны басып, мына жерінен мысалға жасай береміз. Деген сияқты да. Пока что бірақ бізге тең керек емес. Минусты басып удалить етіп тастаймыз. Ой, цветін удалить етіп тастадым мен қазір. Так, эффектін алып тастаймыз. И все. По центру қояйық. Бәрін. И келесі. Давайте мұнда call to action қояйық. По центру. Сосын ақ қыламыз. Мұнда скругленность 15 қыламыз. Мұнда текстке жазайық. Вебинарға тіркелу үшін. Жоқ, тіркелу үшін. Свайп жасаңыз. Так, мұнаның шрифтін өзгертейік. Маған ұнап тұрған жоқ. Монтсерат қоя салайық. И потом шрифтті кішкене кішірейтейік. 45 қылайық примерно. Және де жирностьін қосайық. Но слишком жирный сияқты, медиумда тұра берсін. Так. И цветін тоже ауыстырамыз. Мындай қыламыз, болды. Так, келесі. Давайте эксперттің фотосын қояйық. Мұнда менде эксперттің фотосы бар. Соны қоя салайық. Міне қойылды.
Бұл жерде shift басып тұрып былай кішірейтсек. Shift басып тұрсақ бізде пропорция сақталады. Ал shift баспасақ міне былай кетіп қалады в общем. Сондықтан shift басып ұмытпаңыз. Мына жерде бізде текстіміз артына кетіп қалды. Так что фотоны астына түсіреміз. Сол кезде біздің текст алдын ашады. Фотоны сәл үлкейтейік тоже. Весь экран сияқты. И мынаған давайте бір тең қойсақ қалай болады екен қарайық. Drop shadow. Мынау смещениялары теңнің. Мысалға былай қарай ма. X өсі бойынша ма, Y өсі бойынша ма. Бізге пока что екі неден өстен де керек емес, 0 бола берсін. Просто blur'ды көбейтеміз сәл. По-моему. Я. Ну, нормально. Кішкене отлично болып тұр. И потом вебинардың тақырыбын жазбақпыз. Вебинардың тақырыбы гармон және мен. Және мен. Так. Shift'ке колосты қоямыз. Так. Примерно 60 қылайық. 70 можно. Так, элементарно оңай жасауға болады өйстіп. И потом мына жерге давайте свайптың элементтерін жасайық. Свайптың элементтерін қояйық. Ол үшін мысалға мынаны белгілеп кішкене жақындатайық. Shift басып тұрсақ бізде не болады? То есть давайте алыстан түсіндірейін. Мысалға так, мынаны белгіледік. Бастық. Мысалға shift бассақ бізде былай айтқанда линейка қосылады қасына. Ал shift баспасақ смело қалаған жаққа істей аламыз да. Shift басып тұрып былай белгілеп и мынамен бірдей қыламыз. Escape'ті басамыз. Болды. Бізде уже былай айтқанда үшбұрыштың үсті бар. Цветін ақ қыламыз. И толщинасын кішкене көбейтеміз. И мына жерде настройкалері бар тоже. Раунд қыламыз. Себебі мына жерлері мынандай плавный болады, үшкір болады. Үшкір болмайды, плавный болады. Так, содан соң белгілеп тұрып по центру қоямыз. По центру қойғанда бізде халатпен бірге аппақ болып қалды. То есть көрінбей қалды. Сондықтан да давайте қызыл қыла берейік. Альтты басып тұрып асты қарай тартатын болсақ, біз оның дубликатын жасаған боламыз. Так, міне үшеуін де таңдадық. Так, енді былай жасауға болады. Үшеуін де белгілейміз. Белгілегеннен кейін мынандай зат шығады. Бұны бассақ, то есть арасын автоматически бірдей расстояние қылады. И мына жерден біз арасын өзгерте берсек болады. Так. Қалай болды? Жақындатайық кішкене. Вроде нормально. Енді артып бос тұрған сияқты мына бір жерлер. Мысалға мына жерлер бос тұр. Бұл жерге фото ма бірдеңе қойсаңыз болады. И мысалға мен талшынханның, то есть эксперттің артына мынандай домалақ қойғым келіп тұр былайынан. Так, цветін примерно ақ қылсам қалай болады? Қарайық. Талшынханның артына өткіземіз. Так, примерно былай жасауға болады. Немесе так, фреймді белгілеп, фреймнің атында өзгерте беруге болады. Мына жерде 2 рет басасыз. Мысалға кез келген жасай беруге болады. Баннер 1 дейін мен. Так, бұны дублировать етуге болады. Альтты басып тұрамыз. И шетке қарай ысырамыз. Немесе Ctrl-C, Ctrl-V обычный. Баннер 2 болды міне. Давайте баннер 2-де, мысалға мынаның цветін примерно мынандай қылайық та, бірақ чуть светлее қылайық. Ну, осындай вариант болуы мүмкін. Жасауға болады. Мына жерге мен мысалға тағы палец вниз бар ғой, типа төмен қарай көрсетіп тұратын, соны қосар едім. И бәрін по центру қояр едім. Мында, в общем, бос болып қалды кішкене. Так, давайте енді обычный пост ретінде қарайық. Ол үшін тоже фрейм создать етеміз. Так, мында размерлер жазамыз 1080-ге. 1080 болсын, пусть. Цветін таңдаймыз. Мысалға, мына цвет уже бізде дайын тұр. Талшын ханымның фотосын қоямыз. То есть эксперттің.